Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай промышленный оверлок жак машинкасына ине ауыстырып үйренетін боламыз. Міне мына инелер осы машинканы сатып алған кезінде өзімен бірге комплектісінде бірге келген инелер. Размерлері осындай, міне қарап шығыңыздар, скриншот жасап алыңыздар. Машинка сатып алғанда осындай 10 штук ине ішінде болады запаста. Сосын бұл инелерді орнататын өзінің отверткісі болады. Міне осындай тоже комплектісінде болады. Жеңішке бастары осындай болып келеді. Қарап шықсаңыздар болады. Машинканың өзінің комплектісінде болады. Сосын мына инелердің өзінің ерекшеліктері бар. Міне алдыңғы жағы осындай. Қазір көрінсе жақыннан көрсетемін. Мынау міне кішкене артқа орналасатын жағы міне осындай иілгіш, ішіне қарай кішкене кіріңкі болып келеді. Сосын мынау алдыңғы жағы осындай ұзыннан бүйтіп ішіне кіріңкі сызық ұзыннан болып тұрады. Қазір соңғы жағына алдын артын жақыннан түсірілген фото саламын, сол жерден дұрыстап қарап алсаңыздар болады. Мына отверткамен осындай міне өзінің бұлттарын босатып аласыздар да, инені орнатып, жаңағы алдын артын келістіріп аласыздар, қалай тұру керек екенін қойып аласыздар. Жаңа көрсеттім, иілгіш жағы артына қарайды деп. Міне сосын қатайтып тастаймыз. Енді міне осылай тұрады, міне көрініп тұр негізі камерадан да. Міне екіншісінде осылай келтіріп алып, дәл екеуін бірдей қылып, болттарын қатайтып тастаймыз. Міне дайын болды. Енді жібін өткізіп тігіп көреміз. Инесі бәрі дұрыс орнатылса, міне осылай тігіледі. Міне осылай, міне осындай инелер скриншоттап жасап алыңыздар. Басқа жерден тағда сатып алам десеңіздер, осындай маркировкамен істейсіздер. Рахмет, менімен соңына дейін болғандарыңызға. Пайдалы болса лайк басып комментарий жазамыз. Міне жаңағы инелеріміз мынау арты, мынау алды. Рахмет.